дегенде жарылардай жүрегі дегелі айналайын кенженасына шын қуанып жүрген қайнатаңыз Әлмұхаммед қайнатасына мың сәлем айғай жүргайын ағайын. Әлеке билеп шығален, билеп шықшы, әй тамаша. Бір бала сеге бұл қуаш күнес соқтыңыз қайнатаға деген келдер сәлемдесіп тұрайын. Молодец, қайнатасы. Қалайсыздар? 10 мың теңге қоңыраттың қыз оған көнбейді. Жартылай сәлем жаса жетеді. Бар ма? Бәрекелді қайнатасының атына тағы 10 мың теңге. Молодец! Әлі енді айтады ғой, көргеннен жазбаймыз дейді ғой. Ананы көргеннен кейін бәрін салайын. Не қыласың ол бәрін? Ақша деген қағаз ғой. Не екен қайда ғой? Адам деген өзі бір 200 мың емес, 10 мыңнан сасай, 10 мыңнан атаға сапса шындығы. Бәрекелді қайнатаның аты 30 мың теңге. Сасай. Ақшаны жақсы көретін ау. Берсей. Болды дейді. Апам баласын ойлап отыр. Әр ана баласын ойлайды ғой, дұрыс қой. Болды, расход қыз жіберді, баламды кәсаққа тұрып отыр деп отыр. Негізі 15 минуттан кейін банкіге кіреді ғой, апам ештеңе қылмайды. Расход маған бермейді оны. Әлемнің саған ештеңе емеске көресіз тұрған Нұргүл қайықта жүр. Нұргүл бағана екі жинастырдың арасында бір ақша тығып атқан көресіз тұрған. Ортаға Нұргүлді дайын тұрсың, енеге деген ыстық ықылас сәлемдер болсын, келдер. Қасмағанына сәлем жасап тұрайын, Нұргүл әлгі дайын тұрды. Сая болар бір саған, кезің болса шаршаған, сені күнде армандап, сені күнде аңсаған. Қуанышқа бөленді, қуанышқа келеді, танып ал енді келінжан. Осында қуанып шапқылап жүрген Нұргүл деген енеңді дегелі. Нұргүл билеп шықшы атыға, группа поддержка, алыстар қайда. Билеп шықшы, банкіні үш рет айналып билеп. Ал, жыр болуды қаламайсың мендегі, сонда сенің махаббаттың. Мынаны толдағы ақшасын алып қоймаса, оны бәрібір салдырады деп ойлады ғой. Рас қой, берсей. Саш ба, өз қолыңмен апарып саш, ішіндегі анау долларды ашпай-ақ қойын. Елдер көріп қызығып кетеді тағы. Ай, бәрекелді! Енестің атына! Молодец! Әлемін ұшы! Қойбай әлемді! Асты сенен! Асырғында бір өлем. Молодец! Бір осындай келін алайын деп жүрген ғой, бір кісіші. Сөйтіп бала шағасы бетіп жаңа кісі өзі. Білесіздер ғой, өзбек халқында келін болып түскен күннен бастап есік алып шыпыратын не бар, салт дәстүрі бар ғой. Соған қызыққан ғой жаңа кісі. Осыдан балам ер жетсе, өзбектен келін әперем деп армандаған ғой. Сол арманы орындалып, өзбектен келін алып, тойын жасап азанда тұрса, есік алып сыпырылмаған дейді. Бүгін енді шаршап атқан шығар, ертең сыпырады деп, екінші күні қараша тағы сыпырылмаған, үшінші күні әбетте шай ішіп отырғанда, әй айналайын келін, осы өзбек халқының салт дәстүріне қызығып, сені келін қылып әперіп, есік алып сыпырмайсың, өзі келін айтады дейді. Ойбай ене, өзінде сол есік алып сыпырудың қашып келіп қазаққа тегім жоқ па. Қайқына айналайын келіндер, есік алып сыпырып істетіп келемін деп беріңіз. Келіндерге, енеге бір сәлем жасап қойыңыз тағы да.